Bir ел бар. Мұнда жер аспанда қайталайтын алып айнаға айналады. Жаңбырдан кейінгі тұтасталада бұлттар, күн, тіпті жұлдыздарда жерден көрінеді. Бұл әлемдегі ең үлкен тұзды жазық. Мұнда тұрған кезде өзіңді аспанда жүргендей сезінесің. Тағы бір қызық, бұл елдің астанасы теңіз деңгейінен 3-6 шақырым биіктікте орналасқан. Кәдімгі қала, бірақ аспанға соншалық жақын. Тынысында өзгереді. Мұнда лама кәдімгі үй жануары сияқты, тіпті кейбірі оның сүтінен кофе ішеді. Әйелдері ше, олар түрлі түсті юбка, әдемі шаль және кішкентай биік қалпақ киеді. Бұл ғасырлар бойы өзгермеген ұлттық киім. Ал кей ауылдарда әйелдер арнайы ареналарда күреседі. Бұл спорт әрі ежелгі дәстүр. Бұл Боливия мемлекеті. Табиғаттың ғажайыбы мен бай мәдениеті тоғысқан ерекше мекен. Егер әлем елдері туралы білгіңіз келсе, арнаға жазылуды ұмытпаңыз.